Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге шоколадно-творожный пирогын дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың дәмі өте ерекше болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік. Ыдысымызға 2 дана жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен массамыз 2 есе ұлғайғанша араластырамыз. Енді ұнымызға крахмалымызды, разрыхлителімізді, какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы құрғақ заттарымызды жұмыртқаның үстінен жайлап салып, лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Сол кезде 2 есе ұлғайған массамыз түсіп кетпейді. Сонында майды құйып тағы араластырамыз. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі сіздерді көптеген жақсы рецепттер күтуде. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Біз салмасына творогқа жұмыртқамызды, қантымызды, крахмалымызды, қаймағымызды салып, жақсылап тұрып блендердің көмегімен езіп аламыз. Және қалауыңызша ванилин сахарын сепсеңіз болады. Енді формамызды алып, форманың түбіне аздап май жағып, қамырымызды құйып шығамыз. Үстіне осылай мен сияқты творогтың салмасын құйып шығамыз. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пешке 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Бұл пирогтың дәмі өте ерекше, жұмсақ болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. 100% өзіңізге де отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Мінекей, қараңыздар, пирогымыз қандай болып шықты. Өте жұмсақ болып шығады.